Британ ғалымдары бактерияға қарсы сабындармен жиі жуынуға болмайды деген тұжырымға келіпті. Мұндай сабындар әйелдің бактериалдық тепе-теңдігін бұзатын көрінеді. Себебі антисептикалық күшке ие сабын әйелдің нәзік ағзасындағы бөгде ғана емес, пайдалы өз бактериясын да жойып жібереді. Содан әйел жиі суықтайтын болады дейді зерттеушілер. Жүктіліктен сақтайтын таблеткаларды дәрігермен кеңесе отырып, тұрақты түрде толық бір емдік курс ретінде қабылдау керек. Мұны әлемдік гинекологтар қауымдастығы мақұлдаған. Бұрын мұндай таблеткалар бүйрек пен бауырға зиян делінетін. Кейінгі заманауи саналатын жетілдірілген дәрілер жүктіліктен қорғаумен аналық безінің қатерлі ісігінің қаупін 30%-ға азайтатыны анықталған. Әйелдерге қызыл шайды көбірек ішкен пайдалы. Ол ауыз қуысындағы бактерияларды өлтіреді, сол арқылы тіс жегісін болдырмайды, әрі тамырлардың түйіліп қалуына жол бермейді. Ал ауыз қуысындағы бактериялар жүрек қан тамырларының тарылуына себеп болатынын Америка ғалымдары дәлелдеген. Барлық газдалған тәтті сусындарда фосфор қышқылы болады. Ол ағзадағы кальцийді жуып кетеді. Ал кальций жетіспеушілігі әйел шашының түсуіне, тісінің мүжіліп, тырнағының сынуына себепші. Одан бөлек сүйегінің жұқарып, майысқақ болуына жол ашады. Ондай жағдайда 40 жастан кейін әйелдің бойы кішірейіп, бүкірейе бастайды. Бұл тапшылық баланың дамуына да үлкен кедергі. Наркологтар аз мөлшерде ішкен алкогольдің зияны жоқ дегенмен, онкологтар әрбір тамшы ішімдіктің әйел ағзасындағы рак клеткасының оянуына себепші болатынына алаңдайды. Тіпті пайдалы дейтін қызыл шараптың өзі сүт безі қатерлі ісігінің қаупін ұлғайта түседі екен. Себебі нәзік жаралған әйел ағзасы мұндай улануды көтермейді. Фолий қышқылы әйелдің ағзасы сау, терісі сымбатты, ұрпағы сау болу үшін аса керек витамин. Сондай-ақ әйел жанарының жарқылын сұлуландырып, көру қабілетін жақсартады. Оны В6 және В12 витаминдерімен қоса жылына 2 рет ішу сау әрі жас көрінудің төте жолы. Артық салмақтан арылу үшін диетолог кеңесінсіз түрлі фитошай ішіп, азықтан бас тарту әйел сүйегін әлсіздендірумен қатар тез әжім түсуіне, иммунитеттің төмендеп, жұқпалы дертке шалдығу қаупін арттыра түседі. Сондықтан тым толық та, тым арық та болудың қажеті жоқ. Ал салмақ тастау керек болса, міндетті түрде жас пен ағза ерекшелігіне лайық диетаны дәрігер тағайындағаны жөн. 45 жастан асқан әйелдерде менопауза кезеңі басталады. Бұл кезде жыныстық гормондар белсенділігі төмендейді. Сол кезде жас кезінен өзінің денсаулығын күтпеген әйелдерде ішек қатерлі ісігі, остеопороз дерті оянуы мүмкін. Оның алдын алу үшін дәрігер гормоналдық таблетка ішуді ұсынады. Бірақ оны әр жолы іше бермей, ара-арасында дәрігермен кеңесе отырып ауыстырып тұрған жөн. Әйтпесе гормоналды таблеткалардың бір-біріне кері әсері сүт безі мен аналық бездің қатерлі ісігіне ұрындыруы мүмкін. Соңғы зерттеулер жатыр мойны қатерлі ісігіне темекі тартатын әйелдердің көп шалдығатыны анықтаған. Түтіннің одан басқа зиянды жағы жетерлік. Күн сәулесінен бөлінетін D витаминінің жетіспеушілігі иммунитетті әлсіз әйелдерді бедеулікке соқтыратын Йель университетінің ғалымдары дәлелдеді. Сондай-ақ ақ поликистоз дертіне шалдығушылардың 95%-ында осы жетіспеушілік байқалған. Сондықтан әйелдердің күніне 1-2 сағат күн астында серуендегені дұрыс. Безеуге қарсы күнге киюден сақтайтын маздарды жиі пайдалану әйел терісін 40 жастан кейін тез қартаюға жетелейді. Сондықтан оларды барынша аз пайдалануға тырысқан абзал.